қорғаныш, жылдамдық, ер адамдарға 3-4 килограмм мышечная масса, әйел адамдарға ферритин норма. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Асқар Көкеев. Бүгін біздің адаптерлерге және де басқа адаптерлерге шолу жасаймыз. Жалпы Tekuna брендінің артықшылығы неде екенін көрсетеміз. Ол үшін біз түрлі адаптерлерді әртүрлі магазиндерден сатып алдық және маркетплейстерден алдық. Мұнда бізде Tekuna брендінің адаптері, келесілері мыналар арзандау копиялары. Мынау копия тоже, бірақ қымбат копия. Мына адаптерден қымбатырақ. Қазір барлығын біз салыстырып көреміз. Ол біріншіден салыстыратынымыз біз жалпы дизайнына, эргономикасын алып келетін болсақ, мынау кішірек және әдемірек. Мыналар әдемі емес. Келесі біз салыстыратынымыз ол негізгі дизайн эргономикасынан бөлек, ол жалпы адаптер негізгі функционалы неде, ол қуаттау ғой. Мынау жазылып тұрған характеристикалар, сипаттамасы барлығы дұрыс келеді ме, сай келеді ме, соны тексеріп көреміз. Мұнда барлығы 20 ваттық және 25 ваттық деп сатып алған бір түрі келді. Ол бірақ келген кезде 20 ватт деп келді. Оны мен Каспийден алдым. Мына тестердің құдіреті неде? Қазіргі уақытта қанша қуат беріп тұрғанын көрсетеді. Біз қазір барлығын бір кабельмен тексеріп көреміз. Бұл кабель тоже Tekuna брендінен 60 ваттқа дейін қуат өткізе алады. Мынау біздің кабель 60 ваттық, тез қуаттайтын. 60 ваттық деген ол 60 ватт қолдайды. Мысалы сіздің адаптеріңіз 100 ватт болып тұрып, мынау кабель 60 ватт болатын болса, 60 ваттан артық ол жібермейді бәрібір. Сонымен қатар сіздің телефоныңыз 30 ватт қана қабылдайтын болса, мына жақта 100 ватт болсын, ол бәрі 30-дан артық қабылдамайды. Соны тоже білу керек. Сонымен тексереміз. Мұнда мына бөлікте бізде 20 ваттық адаптерлер, мұнда мына үшеуі 30 ваттық адаптер, және мыналар 60 және 60-тан жоғары. 65-тен жоғары деп айтсақ болады. Мынау Xiaomi брендінен, бұл оригинал, және бұған оригинал кабель. Мынау оригинал емес копия, мынау копия. Мынау Tekuna брендінің 60 ваттық, 65 ваттық адаптері. Мұнда барлығы мына екеуі де Apple-дікі, екеуі де оригинал, мына Tekuna бренді. Салыстырайық. Шолуымызды біз бірінші копиядан бастаймыз. Мұнда барлығы копия негізі. Мынау бірақ жақсы копия. Қымбатырақ. Осыдан бастаймыз. Сәрет алып атыр. Мұнда ватт деген жерге мән берсеңіздер болады. Мұнда вольт көрсетілген, мұнда ампер. Вольт пен ампер көбейткен кезде ватт көрсетеді. Ватт дегеніміз не? Ватт дегеніміз ол сіздің адаптердің телефонға деген ризашылығы. Солай қарап көрсеңіз болады. 17,5, 18 шамасы. Көргендеріңіздей бұнда бір 18, 19, 17 шамасында ойнап тұрады. Ол жақсы көрсеткіш болып саналады. Өйткені оны түсіну керек, мынау тестердің өзі де қуатталады. Бұл айтқанда 20 ватт болып келеді мына жақтан. Мынауын өзі кішкене алады, сосын барып телефон өзі де мына жақтан кішкене ватт алғандықтан кішкене ойнайды бәрібір. Сосын барып 20 ватт деген ол бір дегеннен болатын нәрсе емес. Уақыт өте келе адаптерларыңыз, өздерінің аккумуляторларыңыз қызығаннан кейін барып, ол сол жоғары көрсеткіштерге жетеді. Келесі біз Tekuna брендін көрсетеміз. Мұнда қанша болады екен? Заряд алып бастады. Қарасаңыздар болады. 18, 19 солай көрсетіп тұр. Бұл әлі енді көтеріледі. Tekuna брендінің адаптері 20 көрсетілгенде 20-ға дейін барып тұр. Бұл да жақсы адаптер болып саналады. Бірақ мына екеуінің бағасы екеуі екі түрлі. Мынаны бізге 2 есе қымбат қылып сатты. Сол айтсақ болады. Бірақ екеуі де бір сипаттаманы беріп тұр. Ендігісі біз Каспийден заказ бергеніміз 25 ваттық деп заказ бергенбіз. Бірақ бізге келгенде ол 20 ваттық. Сонымен оны да тексеріп көрейік, қанша береді екен. Тура ойлағандағыдай 10 ваттан артық бермейді. 10 ватт шамасында ғана беріп тұр. Бірақ біз алғанымыз, біз тапсырыс бергенімізде 25 ватт деп тапсырыс бергенбіз. Бірақ бізге келген ол 20 ваттық, көрсеткіші 10 ватт. Оригиналмен ұқсастығы 100%. Егер біреу сізге қолыңызға мына адаптер оригинал, мынау копия салыстырып көрші десеңіз, бүйтіп ойланып қарап, иә, мынау копия ұқсайды, мына жағы келмейді ғой деп айтуға болады. Былай бір қараған кезде барлығы бірдей. Сіз енді сатып алған кезде ойлануы мүмкінсіз, қайсысы оригинал емес деп. Сол кезде бүйтіп салмаққа тексересіздер, өздеріңіз
түріне қарайсыздар, пластмассын тексеріп көресіздер. Солай. Тағы да мынаның барлық копия. Бірақ бұны басқа дүкеннен алып көрдім мен. Бағалары әртүрлі. 3.000-нан алдым, біреуін 4.000-ға алдым, біреуін 500 теңгеге алдым, біреуін 2.500-ға алдым. Бұл жақта мен түсіндіргім келіп тұрғаны, сіздер әртүрлі бағада сатып аласыздар, түрлері ұқсайды барлығын. Егер қымбат болса, мүмкін сізге жақсысын береді. Мүмкін қымбатқа алып, бірақ сізге бәрібір мынаусы да 10 ватт қана көрсетіп тұр. Қымбатқа алып, сіздер бәрібір осындай адаптер алуыңыз мүмкін. Өйткені түрлері барлығы бірдей. Біреудің коробкасы мүмкін әдемірек болуы мүмкін. Солай. Мынау да копия, бұны да тексеріп көрейік. Мүмкін бұл дұрыс нәтиже көрсететін шығар бізге. Мұнда 9-10 ватт көрсетіп тұр. 20 ваттық адаптерлерге бәріне біз шолу жасап қойдық. Енді біз 30 ваттықтар тексереміз. Бізде 30 ваттықтарда копиясы жоқ, тексеретін нәрсеміз жоқ. Бірақ мынау көлеміне мән берсек болады. Мынау ескі шығар мүмкін. Ескі нұсқадағы 30 ваттық адаптерлер, мынаусы жаңа, бірақ 35 ваттық бұл. Мынау біздіңкі 30 ваттық, бірақ екі разъем бар, біреуі USB, екіншісі USB-C. Бұларды тексеріп көрейік, бұларды қызық қалай болады екен. Мына бандурадан бастаймыз қазір. Жиырма 27 солай көрсетіп тұр шамасы. Алдын айтқандағыдай, 30 ваттық оригинал ғой енді. Алдын айтқандағыдай кішкене ол ойнайды бәрібір. Жетпей тұрады. Келесі ол оригинал. 35 ваттқа бірақ. Көреміз. Отыз бес көрсетіп тұрған жоқ. Бізде 18-19 ғана көрсетіп тұр. Оригинал ма деп. Оригинал емес па? Қалай болды? Мүмкін оригинал шығар, бірақ бізде оригинал адаптеріміз негізі 35 ватт қалған, бірақ бізде 18-19 ғана ватт көрсетіп тұр да. Бұл көрсеткіш енді біздің 20 ваттық текунымызға да көрсетіп тұр вообще-то. Мынау енді бізде күмәніміз бар, оригинал ма, оригинал деп алған, оригинал деп қолданып жүрген адаптерлеріміз бірі. Сонда мынау точно оригинал болып тұр. Мынау мынаны тексеріп көрейік. Мұнда екі разъем, біріншісі USB-A, екіншісі USB-C. Тек егерде біреумен ғана пайдаланатын болсақ, USB-C-мен ғана пайдаланатын болсақ, ол сол 30 ватт көрсеткішке дейін алып барады. Ал егерде екеуіне бірдей пайдаланатын болсақ, онда үсті 20 болады, асты 10 ваттқа ғана. Астындағысы 10-15 ваттан артық көрсетпейді бәрібір. Так, 30 ваттық адаптерімізді көреміз. Бұл да 8 көрсетіп тұр. 28-30 ваттқа дейін жетіп тұр. Мынау сияқты. Бірақ көлемін қарасаңыздар, қайсысы вообще күшті? Мынау күшті ғой? Жоқ, қара. 30 ваттықтарда тексеріп көрдік. Мынау оригинал. Мынау да оригинал енді. Бірақ мынау дұрыс емес көрсетті. Және текуна. Бұны шолуды бітірдік. Текуна бірінші орынға шығып кетті қайтадан. Келесі бізде ол үлкен уже адаптерларымыз GAN технологиясымен бірге жасалған. Бұл технологияның ерекшелігі кішкентай болады да, бірақ қуаты жоғары болады. Мұнда Tecuna Xiaomi'дің оригинал 100 ваттық адаптері. Мынау да Xiaomi деген, бірақ бұл оригинал емес. Мынаның барлығы 67 ватт Xiaomi оригинал емес. Мынау енді 145 ваттқа дейін көрсетіп қойған. Көреміз қалай болатын. Біз бұны қалай тексереміз? 145-тен бастаймыз да 65-ке дейін ғана барамыз. Мұнда бізде 3 разъем бар. USB-A'ды ең жоғары көрсетіп қойған, қуаттағыш осыда деп. Сол үшін біз кабельді ауыстырамыз. Tecuna'ға емес. Бізде кабельде 67 ваттықпен копияның кабель келген. Бірақ бұл кабель нашар екені көрініп тұр да, сол үшін біз Xiaomi'дің оригинал мықты қуаттайтын кабельмен тексереміз. Бұл бағана түсіндіргендегідей тура қанша көрсетіп тұр, ватты соның барлығын бұл жібере алады. Өйткені мынау 5 ваттан артық жібермеуі мүмкін. Біз оны түсінбей қаламыз сол үшін. ватт бізде 10 ватт қана көрсетіп тұр. Мына Poco телефонда смарт қуаттағыш деген функция бар екен, біз оны өшіріп тастадық.
ол смартфон деген бағана айтқандай өзіне тек қана қолайлысын ғана алады да. Қазір біз ол функцияны өшіріп тастадық. Өшіріп тастаған кезде қандай заряд алатынын көрейік тексеріп. Ақырын көтеріліп отыр, бірақ әлі сол 38-40 шамасы болып тұр. Жоқ, міне 60 кетті, 65, 66. 80 ваттқа дейін болып тұр. Біз смарт қуаттағыш функциясын өшіріп тастадық. Оригинал кабель, оригинал адаптер 100 ваттқа дейінгі. Сонымен қуаттап көрсетіп жатырмыз. Текунаны тура сол функцияны өшіріп тексеріп көрейік, мүмкін оңғы дек жоғарылайды. Мұнда Текунаның адаптері, Текунаның кабелі зарядтап көрсетіп жатырмыз. 45-46 көтеріліп жатыр, мүмкін 50-ге дейін барар бұл. Біз қазіргі тексергеніміз ол сипаттамасындағы көрсетілген ваттарды, қуаттығына тексердік. Онымен қатар адаптерлерде әртүрлі функциялар бар. Қорғаныш, қызып кетуден, артық қызып кетуден қорғайтын функция деген сияқты түрлі функциялар бар. Ол функцияның барлығы мына Текуна брендінде бар. Мына копияларда мен күмәнданам, бар ма ол, жоқ па. Артық қызып кетуден сақтайтын пластмастың сапасынан да ондай функция көрсетілген бе? Ол жазыла береді, әрине, бірақ жазыла берген барлығы сай емес екенін өздеріңіз көрдіңіздер. Егер өмірлеріңіз тыныш болып, басқа ойлайтын нәрсе болмаса, ештеңе сіздерді мазаламаса, осы сұрақты ойланып көріңіздер. Неге мен сондай қымбат смартфонымды, арзан тұрмайтын смартфонымды түсініксіз, белгісіз бір адаптерлермен зарядтауым керек деп? Өйткені ол қуаттағыштар береді ма ол нәрсені, ол сіздің телефоныңызды, смартфоныңызды қорғайды ма? Қорытындылай келе, Текуна бренді сіздерге сақтық, қорғаныш, жылдамдық, ер адамдарға 3-4-5 килограмм мышечный масса, әйел адамдарға ферритин 100 береді. Тапсырысты маркетплейстерден бере аласыз. Каспи, Вайлберс, Озон, Тиз. Сау болыңыздар.